Сәлеметсіз ме, құрметті оқушылар? Биология сабағы тарау жасушалық биология. Сабақтың тақырыбы окуляр микрометр мен объектив микрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану. Оқу мақсаты: жасушалардың нақты мөлшерін анықтау. Оқушылар, ендігі кезекте суретке назар аударсақ. Бұл сурет окуляр микрометр. Суреттің бірінші бөлігі тұрқы, екінші есептеуіш барабан, үшінші диоптрилі нысаналы окуляр, төртінші бөлігі микроскоп трубасына бекітілген бұранда. Оқушылар, ендігі кезекте окуляр микрометрдің сипаттамасына тоқталсақ. Бұл жерде микроскопиялық нысанды өлшеу үшін окуляр микрометрдің диафрагмасына орналастырады. Микроскоптың окулярына қарағанда біз окуляр микрометрдің шкаласын препараттағы зерттелетін нысанды көреміз. Препаратты жылжыта отырып, осымен бірге окулярды айналдырғанда окуляр микрометрдің шкаласындағы нысананың мөлшерін, ұзын қысқасын анықтауға болады. Оқушылар, сіздерге түсінікті болу үшін мысал берілген. Бұл жерде көз линзасының жақтауын бұрағанда көз линзасы шкаланың бөлімдеріне түседі. Микроскопиялық нысандарда компенсациялық шкаласы бар окулярмен өлшеу нәтижесі окуляр микрометр өлшегенмен бірдей. Бұл жерде микрометр ұзындығы 10 мм. Әр миллиметр 10 бөлшекке бөлінген. Әр окуляр микрометр бөлшектің құны тең 0,1 мм-ге тең 100 микрометрге. Оқушылар, сабақтың барлық кезеңдерінде мұқият атсалысып отырасыздар деп сенемін. Оқушылар, сіздер білесіздер, микроскоптар бір-бірінен ерекшеленуі мүмкін екенін. Жасуша өлшемін өлшеу үшін объект микрометр көмегімен калибрлеу жүргізу керек. Ол өз кезегінде 1 мм сызғыш болып табылады. Әр миллиметр бірдей 100 бөлшекке бөлінген. Объект микрометрдің әр бөлшегі 0,1 мм немесе 10 микрометрге тең. Окуляр микрометр шкаласы бойынша есептеу жүргізеді. Өлшеу кезінде қабылданған нысан микрометрдің бөліктерге бөліну шкаласының санын есептейді. Окуляр микрометр шкаласы бойынша есептеулердің айырмасын және формула бойынша объективтің сызықтық ұлғайтуын анықтайды. Сіздерге бұл жерде астында формула берілген. Оқушылар, сіздерге енді бұл жерде мысал берілген. Окуляр микрометр бойынша бірінші есептеу 2,150 мм-ге тең, ал екінші есептеу 6,135 мм-ге тең. Объективтің сызықтық ұлғайтуын біле отырып, микроскоппен бақыланатын нысанның өлшемін алуға болады. Бұл үшін нысан микрометр орнына микроскоп үстеліне өлшемі алынатын нысан орналастырады да кескін айқындағанша фокустайды. Окулярдан бақылай отырып, барабанды сағат тілі бағытымен бұрап, қиылысу орталығы мен нысан шетін сәйкестендіріп, микрометр шкаласы бойынша бірінші есептеу жүргізіледі. Осы жолмен қиылысу орталығын нысанның басқа да шеттерімен сәйкестендіреді және микрометр шкаласы бойынша екінші есептеуді жүргізеді. Нысанның L көлемін формула арқылы есептейді. Бұл берілген формуланы сіздер дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Оқушылар, бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгендеріңізді білу үшін конверттегі сұрақ әдісі бойынша берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: окуляр микрометрдің құрылысын сипатта. Екінші сұрақ: нысан микрометр шынысымен қалай есептейді? Үшінші сұрақ: нысан микрометрдің техникалық сипаттамасын сипаттап,
онымен жұмыс жасау принциптерін түсіндіріңдер. Оқушылар, берілген тапсырманы барлықтарыңыз дұрыс орындады деп сенемін. Оқушылар, берілген өлшем бірліктерін дәптерлеріңізге мұқият түсіріп жазып алыңыздар. Оқушылар, ендігі кезекте кестемен жұмыс жасайық. Бұл жерде сіздер нанометр, микрометр, миллиметрге тиісті сандарды қоясыздар. Тапсырманы дұрыс орындау үшін дескриптор берілген. Өлшем бірліктерін түсіндіресіздер, оларды формула арқылы анықтайсыздар. Оқушылар, ендігі кезекте берілген суреттерге назар аударсақ. Бұл жерде бірінші А нысан микрометр, екінші Б окуляр микрометр, үшінші В микрометр, Г окуляр тор көзі. Суретке назар аударайық. Суретте шкаласының арасындағы бір бөлігінің құны 0,101 мм болатын объект микрометр берілген. Объект микрометр әр бөлігінде окуляр микрометрдің 40 бөлігі сәйкес келеді. Екінші тапсырма. Бұл тапсырманы дұрыс орындау үшін сіздерге астында дескриптор берілген. Жасушаның нақты өлшемін анықтап есептей алады.